Hammaga assalomu alaykum. Bugun Есің балалар сөйледі атты подкастымыздың нәубеттегі саны. Бүгінгі подкастымыздың темасы келешек кәсіптері. Енді келешек кәсіптері деген не? Сіздердің ойыңызша? Мысалы үшін келешекте рауажданып кету болған мобилография, IT тарауы, жасалма интеллект. Қазіргі актуал тема. Һәм негізі ойланып қарасақ, қазір келешек кәсіптер көп. Қазіргі рауажданып келе жатқан кәсіптер. Сіздер қалай ойлайсыз? Жасалма интеллект адамның орнын баса ала ма? Деп қарайтын болсақ, баса алу мүмкін, басып кету де мүмкін. Негізі басып кету ықтималы көп. Бірақ дегенменен адам қатынасу керек негізі жұмыстарда. Жасалма интеллектті қазіргі рутинный дейміз ғой, рутинный делаларда пайдаланса болады. Мәселен, колл-центрларды жасалма интеллектке өзгертіп жатыр қазіргі уақытта. Көптеген негізі жасалма интеллект жәрдемінде істеліп отырған заттар көп. Қазіргі ең рауажданып келе жатқан алдыдағы зат бұл жасалма интеллект. Bolalar, men bir telefondan ma'lumot o'qigan edim. HP kompaniyasi 6000 ga yaqin ishchilarni 2028-yilga qadar 6000 ga qadar ishchilarini sun'iy intellektga alishtirmoqchi ekan. Va shunda 6000 odam ishsiz qoladimi? O жұмыссыз қалу ешке бау. Кеше бір Instagram'da көрдім. Так бір жасалма интеллекттің серверларын суыту үшін бір қаладағы бір дарияның суын құрып тастаған ғой. Енді халықтың жағдайы қандай болатынын білмедім. Сіздер бұған қалай қарайсыз? Комментария жазып кетің. Мен білмедім рас. Енді мен сіздердің берген мағлұматыңызды толықтырайын. Қазіргі уақытта жасалма интеллект адамды орнын баса алмайды адамның, бірақ адамның жұмысын жеңілдетеді. Жасалма интеллект бұл инструмент. Енді сенің берген мағлұматыңды мен толықтырайын. Сол аймақтағы халық бар ғой енді жаңа. Солар өздері бір портал жаратқанда, мәселен біз жасалма интеллекттен бір келіспеген заттардан сұрайтын уақыттарымыз болады ғой. Секрет. Бір суретті соқып бер, бір мәнісі жоқ суреттерді. Сол уақытта негізі бір талай су айланады. Суды ысырап қылатқан болып бесапланып қаламыз та енді біздеріне. Одан кейін келіспеген заттар неге жазбаған мақұл. ChatGPT-ға неге? Бүгінден бастап өзімнің ақылыммен жежемен айтады. Дұрыс. Енді дұрыс пайдалансаң болады. Жақсы жолдарға. Жақсы жолда дебам енді. Сірә жақсы жолда пайдаланасаң ғой ChatGPT-ді нені? Керек болды. Мен жаңа бізде айттық қой бағасында. Жасалма интеллект адамның орнын басады деп не? Қазіргі уақытта енді біздер бір проекттің үстінде істеп жатырмыз. Сіздер бір колл-центрға звонок етесіз ғой. Жақ операторлардың сіздерге хабарласуының уақыты жүдә көп, ожиданияда көп қойасыз. Сізаттың біздер алдын аламыз. Біздерді, мәселен, бір компанияларға, колл-центрына жасалма интеллектті жалғап береміз. Звонок еткен кезде, қоңырау қылған кезде клиентпенен уже жасалма интеллект сөйлеседі. Мәселен, бизнесларға ол потерясын азайтуды деп айтсам болады. Құласы айтқанда, жасалма интеллект адамның орнын баса алмайды, бірақ жасалма интеллект бұл пайдалы инструмент. Дұрыс, жасалма интеллект пайдалы инструмент, егер жақсы жолда пайдалансаң. Егер оны пайдаланып білсең, қазіргі уақытта да жасалма интеллектпенен ісленіп отырған фотолар, видеолар тарқалып жатырды Инстаграмда. Әлишер Науаи. Соларды сөйлетіп па? Сөйлетіп. Соғаннан байланысты проекттер бар, енді оларды айтып өтетұғын болсам көп уақыт кетіп қалады. Негізі оларды істеу аңсат емес пе? Негізі аңсат, егер сен качественный промпт, егер сен сапалы промптты жаза алсаң, жасалма интеллектпенен көп зат істеуге болады. Қазірде де мыңдап долларлар, көп адамдар жасалма интеллектті пайдаланып тауып келатырды. Құрметті достар, соның менен подкастымыз өз жұмағына жетті. Жасалма интеллект адамның орнын баса ала ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікірлеріңізді комментариялар бөліміне жазып қалдырың. Барларыңыз үшін рахмет. Hamma xo'sh, sog' salomat bo'ling.